құдалықтың мән мағынасы екі жақтың бірін-бірін танысып, білісу болып табылады, құрметті құдағайлар. Бұл енді заман сонау 2000-ші жылдар, 90-ші жылдар кері кеткенде барлық тойлар тоқтағанда бір құдалық тоқтаған жоқ. Неге десеңіздер, бұл айтып отырмыз ja, екі жақтың бір-бірімен үйін көрісіп, білісіп, енді Құдай қаласа, мынау енді бас қатты болса, әрті тәтті болады деп мәшінелеріңіз бұзылып, жаңа әбір жібіп атсаңыздар, Құдай қаласа, мынау ай мен күндей қызымызды алып, олжалық айтқалы отырсыздар, құрметті құдағайлар. Иә. Ал енді мынау құрметті құдағайлар, енді мен сіздерден анау кім, мынау кім деп жаңа келе салып, жағаларыңыздан ұстамай, сіздерге мынау жыл шайдан беріп, тамақтарыңызды жібітіп, мынау келіп жатқан бүркіттер әулеті, яғни Қоңыраттың құлшығаштары естіп жатқан шығарсыздар. Осы әулет сіздерге өздерін таныстырып өтсін, сосын сіздерден жөн сұрайық, құрметті құдағайлар. Сезімге серік болған, сенбісің ақ осы майдынға келіп қонған. Айтайны жүрек сөзін, ай бағыма тілек шөзін. Бұл жүрек сен іздейді, мөлдіреп жібек сезім. Айымда сен, күнімде сен, жанымды тебейсің күнімде сен. Бағымда сен, жанымда сен, сүймесем сені сәулем, дәл бұлай сағынбас ем. Сүймесем сені сәулем, дәл бұлай сағынбас ем. Тамада молдеге біреудің әйеліне қарауға бола ма десе, молда болады деп айтады дейік. Мынаны анаға қарауға бола ма, мынаны қарау бәрі болады деп айтады жаңа молдеге. Сөйтіп ой құрмай молдеге неменеге қарауға болмайды десе, жаңа молда айтады деп, сваркиге қарауға болмайды, көзін орап деп. Ауылдарыңыз дәмде болсын деген ниетпен мынау Қалдаяқтың мынау Созақ өңіріне арналған теріске деген өлеңін айтып берейін, өздеріңіз құрметтеріңізді қабыл алыңыздар. Білесіздер ғой, мынандай 100 граммнан кейін өлең шығара беретін. Бір күні Мұқали көкеміз көшеге шығып, такси тоқтап тұрса, ол кезде рульде әйелдер аз. Ол кезде союздың кезде әйелдер мақтап комбайн, не болды? Сіздерге мешет етіп отқан жоқ па? Әйелдерді ол кезде қазір джипмен сызылып жүр ғой әйелдер бәрі. Ол кезде союз кезде мақтап трактормен комбайн қоздырғызып қояды дейді ғой әйелдерді. Сол шынымен ғой? Кілең трактормен комбайн еріп тұрды әйелдер. Әйелдің жаңағы бір мәртебесін көтеріп қойған деген ниетпен, әй шопырғыз, мәшинеге отырғыз деген ғой. Сөйтсе жаңа өлесі мас, кайып, оның Мұқали екенін білмейді. Қаяқтан қыз көріп тұрсын деген ғой, ана әйел айтқан ғой. Сөйтсе Мұқали көкеміз шамалы қарап тұрып, әй шопырғатын, мәшинеңде орын бар ма, отырады деген. Сол Мұқалидың мынау махаббат туралы есіңе мен алғайсың деген өлеңі бар ма? Лена Әбдіқалықованың сөзіне жазылған, соның әніне жазылған, соны қабыл алыңыздар, өздеріңіз түсіндіріңіздер. Нұр жауып тұрған көктемеде, гүлдере барсаң көктерге, қоңыраулатқан аспанға, найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алайықпын. Қоңыраулатқан аспанға, найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алайықпын. Сарлаяқтың сыры кетсе де сыры кетпей деп апамыз тойдың басында программа тапты. Ал енді бір күні осындай бір құдалықта мен сияқты тамада өзіңіз сияқты апамызға өлең айт деп қоймапты. Сөйтсе жаңағы құдағи өлең айтып болғаннан кейін құдалар жақта бір отырған бір бойдақ шал
kempirni tүйездетіп жіберген. Жаңағы өлең айтқан апамыздың барып бетіне сүйіп, қалтасына мыж-мыж 200 теңге салып жіберіпті. Сөйтсе, ол кісі сүйіп кетіп баратса, сол жерде жаңағы өлең айтқан апамыздың шалы бар екен. Содан қызғаныш боянады ғой. Кемпірін біреу сүйіп кетіп барады. Қалтасына бірдеңе салып жіберді. Записка ма не екенін білмейді. Содан жаңағы шалды өз кезінде бір сотқан шал болғаннан кейін жаңағы сүйіп алған шалды ұрады ғой. Құдалықтың үстінде шалқасынан түсіп жаңағы құда. Сөйтіп құлап атса жаңағы өлең айтқан апамыз қалтасынан 200 теңгені алып, "Ей, сауап болды. Берген 200 теңге бетінен сүйет" деп айтады дейді. Сөйтсе жаңағы ұшып кеткен шалда, бойдақ шал екен, өз қуаты өз бойында. Атып тұрып жаңағы кемпірдің шалын ұрады ғой ол да, осы екінің астына. Осы тұрып баратып ұрады да, шал өзінің шалы ұшып кетеді кемпірдің. Сөйтсе жаңағы апамыз 90 градусқа бұрылып, "Ей, дауа болды. Я өзі сүймейді, біреуге сүйіп кетеді." Апамыздың құрметіне бір дұға болса болады. Апамыз жанып тұрған жұлдызсың, қызысың ба қырғыздың, қатар жатқан еледің, келін болдың сен біздің, құда болып қайтайын, жинауылдың маңайын, тоқпақтатып жамбатып, аунап жатып, ауылыңдай бір марқайып қарайын. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құлағыз, ілгеріден біргеміз, ажырамас біргеміз, ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік, sensiz ömür mağan kanday. Jürüşeni köp söylemey, kizi sugi keydi kelmey, sonda da mağan kim varsın, mahabat çok mağan sendey. Ayça canım tek şalanda,